Сәлем достар, бүгін біз лавашқа оралған таңертеңгі ас пісіреміз. Өте оңай, өте дәмді, өте тез болатын тамақ. Ең бірінші табамызды қыздырып қоямыз. Таба керек бізге. Және лаваш керек, қызанақ керек, ірімшік керек, сармай керек және жұмыртқа керек. Сонымен қызған табамызға сармай саламыз. Орнына сұйық май қолдансаңыздар да болады. Аса көп май құя берудің қажеті жоқ. Бірақ табанына лаваш жабыспайтындай болу керек. Бітеу лаваш. Егер сіздің табаңыз кішірек болатын болса, кішірейтіп алсаңыздар болады. Лавашты саламыз. Ортасына қарай батырамыз. Лаваш жылой бастаған кезде ол сынбайтындай күйге келеді, сондықтан қолымызбен мүмкіндігінше жиегіден қарай түсіріп басамыз. Бұдан кейін ірімшігімізді себеміз. Барлығын бірден сепсеңіздер болады, немесе екіге бөліп, екі қабат етіп сепсеңіздер болады. Ірімшікті тегістеп аламыз. Және жиегіне қызанақтарымызды қойып шығамыз. Болгар бұрышын араластыруларыңызға болады. Қаласаңыздар аскөк қосуларыңызға болады. Түсі үшін. Енді екі жұмыртқамызды бетіне құямыз. Қаласаңыздар тұз, бұрыш, қалаған дәмдеуіштеріңізді қосуға болады. Енді жауып, қайырып, бетін жабамыз. Яғни ораймыз ортасындағы салмамызды. Мүмкіндігінше төрт бұрышты болғаны дұрыс. Және бұны көтеріп, екінші бетіне аударамыз. Отты ақырындатып, қақпағын жауып, 4-5 минуттай пеште қалдырамыз. Сонымен біздің лавашымыз пісті. Бетін ашып қараймыз. Өте дәмді иіс шығып жатыр. Пешімізді өшіреміз. Тәрелкемізге саламыз. Және кесіп көреміз. Сырты лаваш, ішінде жұмыртқа, ірімшік және қызанақ бар, көкшөптер бар. Осындай өте пайдалы, дәмді таңғы асымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.